Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге доктор Усабаев. Бүгінгі сабақта Вилизев шеңберін талқылайтын боламыз. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Вилизев шеңберін каротидті және вертебро-базилярлы артериялар құрайды. Артерия вертебралис бұғана асты артериясынан шығады. 6-шы омыртқа өсіндісінің көлденең саңылауларынан өтіп, жұлынды, миышықты, сопақша миды қандандырады. Екі омыртқа артериясы бірігіп артерия базиляриске айналады. Артерия базилярис көпірді, миышықты, таламусты, мидың самай аймағын қандандырады. Базилярлы артерия ары қарай ажырап, мидың жұп артериясына айналады. Артерия церебралис постериор. Бұл артерия мидың артқы бөлігін қанмен қамтамасыз етеді. Вилизев шеңберінің құрайтын маңызды артерия ішкі ұйқы артериясы. Артерия каротис интерна. Жалпы ұйқы артериясынан басталып, самай сүйегінің каротидті саңылауы арқылы бас миының негізіне кіреді. Ішкі ұйқы артериясынан шығатын тағы бір маңызды жұп артерия мидың ортаңғы артериясы деп аталады. Артерия церебралис медиа. Бұл артерия сулкус латералиске қарай жылжып, мидың самай аймағының алдыңғы жағын қыртысты қанмен қамтамасыз етеді. Ішкі ұйқы артериясынан шығатын мидың алдыңғы аймақтарын қанмен қамтамасыз ететін тағы бір артерия мидың алдыңғы артериясы деп аталады. Артерия церебралис антериор. Мидың алдыңғы екі артериясын қосатын артерия біріктіргіш артерия, артерия коммунис антериор деп аталынады. Бұл артерияның қызметі инсульттің алдын алу. Коллатеральды қан айналымын қамтамасыз ететін артерия мидың артқы біріктіргіш артериясы, артерия коммунис постериор. Бастау алатын жері ішкі ұйқы артериясы, содан соң мидың артқы артериясына келіп қосылады. Назарларыңызға көп рахмет достар. Instagram, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер.